Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Достар, Hyundai центрде Шәкәрім Құдайбердіұлы бойында жүрілген көліктерді түсіреміз. Сіздер лайк басып, репост жасап кетсеңіздер, біз үшін қазақша контенттің басқалар үшін де көмектеріңіз тиетініне сенімдімін. Ал біз бастаймыз. Достар, мынандай көлік Audi. Без рамочный, тереземный аяқтары, рамочный емес. Audi A7 2010 жылғы 180 000 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 2.8, автомат, бағасы 7 миллион 90 мың теңге, яғни 500 мың теңге түсіріпті бағасында. Келесі көріп бізде Hyundai Accent. Решеткасының алдындағы Hyundai Accent 2020 жылғы 3600 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат, бағасы 7 миллион 690 мың теңге. Сұр түсті, іші кожадан жасалған, қара түсті. Алдыңғы жетекті. Келесі бізде Hyundai Accent'тің алдыңғы поколениясы 2013 жылға 113 000 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат, бағасы 4 миллион 390 мың теңге. Іші матадан жасалған. Қап-қара сырты. Келесі көріп бізде Hyundai Elantra. Көк түсті. Көлік 2018 жылғы 60 000 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат, бағасы 7 миллион 90 мың теңге. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Келесі көріп бізде Hyundai i40 қателеспесем. Қара түсті. 2014 жылға 149 000 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат, бағасы 6 миллион 890 мың теңге. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Титановый диск орнатылған екен. Келесі көлік бізде Hyundai Creta. Екі Hyundai Creta қатарынан тұр. Дауысы резервте. Екіншісі 2018 жылға 59 000 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат, бағасы 7 миллион 590 мың теңге. Іші матадан жасалған. Hyundai Tucson. Екеуі, үшеуі, төртеуі қатарынан тұр екен. Сұр түсті. 2018 жылға 27 000 км жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат, бағасы 10 миллион 90 мың теңге. $10 миллион 90 мың. Келесі сұр түсті. 2018 жылғы бұл да 86 000 км жүрген, 2.0 автомат, бағасы 9 миллион 990 мың теңге, 100 мың теңгеге арзан. Келесі бізде дәл сондай сұр түсті. Бұлсы іші матадан жасаған, 2018 28 500 жүрген екен, бағасы 200 мыңға қымбат, 10 миллион 190 мың. Алдыңғысынан 200 мыңға қымбат. Ақ түстісі Hyundai Tucson 2018, бұл да іші кожадан жасалған, яғни алдыңғы үшеуінің комплектациясы қарағанда жақсы. 2.0 автомат, 10 миллион 890 мың теңге. Бұдан алдығына қарағанда 600 мың. Қымбат екен, 700 мың. Ақ түстісі. Келесі көріп бізде Hyundai Santa Fe, яғни соңғы моделі Hyundai Santa Fe'нің
Қозғалтқышының көлемі 2/4 автомат. 2019 жылға 38.500 км жүрген екен. Бағасы 13.290.000 теңге. Ақ түсті. Көк түсті Santa Fe. Яғни бұл алдыңғы қарағанда ескірегі. Жылы 2014, 138.500 км жүрген. 2/4 автомат, бағасы 9.290.000 теңге. Іші кожадан жасалған, яғни былғардан жасалған, қатты ескірген деп айтамаймын. Жалпы жағдай жаман емес. Бірақ велюр деп жазып қойыпты, іші велюр. Мүмкін үстіне чехол кигізілген, бірақ кожа сияқты. Жоқ, кожа ғой іші. Толық жетекті. 9.290.000 теңге. Toyota Highlander. Ақ түсті. Бұндай өзі Highlander 2014 жылы екен, яғни алдыңғы Santa Fe бірдей жасы. 94 км жүрген, қозғалтқышының көлемі 2/7 автомат, 14.590.000 теңге. Іші кожадан жасалған былғардан. Жағдай жаман емес. Лада Гранта ақ түсті. Лада Гранта 2018 жылғы 99.000 км жүрген 1/6 автомат, қозғалтқышының көлемі. Бағасы 3.490.000 теңге. Алдыңғы бағасы 3.690 болған екен. 3.490.000 теңге. Автоматқа 3.490.000 теңге. Сай бағама колористар алдыңғы шығарылымда 4,5 миллион, 4,4 миллион сұрап тұрған еді механиканың өзіне. 175 жылдығын абайдың. Kia Soul қоңыр түсті, коричневый түс, яғни қоңыр түсті. 2014 жылға 55.000 км жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1/6 автомат, бағасы 7.190.000 теңге. Яғни іші матадан жасалған қара түсті. Алдыңғы жетекті көлік Kia Soul. Дәл сондай, тек сорт түсті. Көлік 2014 жылдай 60.000 км жүрген екен. Іші велюр, қара түсті. Яғни іші велюр емес, матадан жасалған. Қозғалтқышының көлемі 2/0 автомат. Яғни анасы алдыңғы 1/6 болса, бұл 2. 7.390.000 теңге. Camry резервте. Hyundai Kia Rio резервте. Келесі көлік бізде Mazda 6. 2018 жылға 43.000 км жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 2/0 автомат, бағасы 9.690.000 теңге. Іші матадан жасалған, велюр емес, матадан жасалған. Ал біздегі келесі көлік Renault Duster. Renault Duster кішкене нелері ескіріп қалыпты. Балондары. 2000 Nissan Terrano. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Достар, Dusterға ұқсай ма? Сөйтсем бұл Nissan Terrano екен. Nissan Terrano. Іші матадан жасалған, 60.000 км жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2/0, механика, бағасы 5.990.000 теңге. Қол қоятын ортасында қол қоятын жері жоқ екен. Яғни ол кішкене ыңғайсыздықтар туғызады деп ойлаймын өзім жалпы. Көлікке отырған кезде шынтағында қол қоятын жер болса, жүргізушіге ыңғайлылық туғызатын сияқты. Toyota Corolla. Toyota Corolla 2015 жылға 123.000 км жүрген, іші матадан жасалған. Қозғалтқышының көлемі 1/6 екен, автомат, бағасы 6.690.000 теңге. Қоңыр түсті. Алдыңғы жетекті көліктер. Мына көлікті мен алдыңғы шығарылымда көрсетіп кеткенмін. Сілтемені осы жерде тастап кетемін. Бағасына кішкене скидка жасалыпты, 200.000 теңге, 3.490.000 теңге қазір. Келесі көлік бізде Nissan Qashqai. Qashqai кішкене фиолетовый түсті екен. 2013 жылға 125.000 км жүрген, 1/6 қозғалтқышының көлемі автомат, бағасы 4.890.000 теңге. Іші
матадан жасалған. Сұр түсті салон, сырты фиолетовый түс. Бізде келесі көлік Kia Rio. Қателеспесем, бұл көлікті де алдыңғы шығарылымда көрсеткен. Бағасы 4.190 мың теңге. Шкода Octavia, Шкода Rapid 2015 жылы 197 мың километр. 97 мың километр жүрген 1.6 автомат. Бағасы 4.790 мың теңге. Іші матадан жасалған. Renault Sandero 2013 жылы 125 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 3.090 мың теңге жүріп тұр екен. Жүргізуші отыратын жағы кішкене жыртылып кеткенде көрініп тұр. 3.290 болған, 3.090 мыңға түсіріпті. Сырты қара, іші қара. Келесі көлік бізде тағы да Renault Sandero 2014 жылы, сырты қоңыр түсті. 117 мың километр жүрген, 1.6 қозғалтқыштың көлемі автомат. Бағасы 3.490 мың теңге. 3.890 сатып қойған екен. Сатылмағандықтан 3.490 мың теңге автоматына шығарып қойған. Достар, осымен шығарылым тәмамына жетті. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы салонның ішінде, яғни адресті тастап кетемін осы жерде. Сол адрес бойынша келсеңіздер, ВТБ банкқа 4 пайыздық жеңілдікпен көліктерді, яғни Қазақстанда жасалған көліктерді, осы Hyundai'дің ішіндегі көліктерді алып алсаңыздар болады. Ол үшін өтінім тастап одобрениесін күту керек екен. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.